Kun шығып, Minecraft әлеміне жарық түсті. Арман күлімсіреп оянды. Бүгін ерекше күн еді. Ол ферма салатын болатын. Арман әрқашан өз тамағын өзі өсіргісі келген. Ол мал да өсіргісі келді. Ол құралдарын алып, жұмысқа кірісуге дайын болды. Арман жеріне қарады. Оған фермасы үшін ең қолайлы жер керек болды. Ол өзеннің жағасынан тегіс жер тапты. Міне таптым. Өзен оның егініне су беретін еді. Арман күрегін алып топырақты дайындады. Ол топырақтың жұмсақ және тегіс болуын қадағалады. Енді ол егін егу кірісе алады. Арман өсімдіктерінің өсу үшін суға мұқтаж екенін білді. Ол суару жүйесін салуды шешті. Ол өзеннен егін алқаптарына дейін каналдар қазып, су каналдар арқылы ағып барлық өсімдіктерге жетті. Арман өзінің ақылды жүйесімен мақтанды. Енді оның өсімдіктері ешқашан шөлдемейтін еді. Күндер аптаға, апталар айға ауысты. Арманның өсімдіктері күн сайын биіктеп өсті. Бидай желмен бірге тербелді. Сәбіз бен картоп жерден бастарын шығарды. Қарбыздар тәтті болып пісті. Арман өсімдіктеріне жақсы қарады. Ол оларды суарып, арам шөптерді жұлып тастады. Арман өсімдіктерін жақсы көретін. Бірақ ол фермасында жануарлардың да болғанын қалады. Ол бірнеше тауық, сиыр және қой сатып алды. Ол шөпті жерді қоршап, қоршау салды. Бұл олардың үйі болатын еді. Арман жануарларын жақсы көретін. Ол оларды күн сайын тамақтандырып, судың жеткілікті екеніне көз жеткізді. Арман күн сайын ерте тұрды. Ол фермасына барып, жануарларына қарады. Ол тауықтарды тамақтандырып, сиырларды сауып, қойлардың жүнін қырықты. Содан кейін ол өсімдіктерін суарды. Арман қатты жұмыс істеді, бірақ оған бұл ұнады. Ол фермасының өсіп, көркейгенін көргенді ұнататын. Ауыл тұрғындары Арманның фермасы туралы естіді. Олар қатты таң қалды. Олар оның жаңа өнімдері мен сүт өнімдерін сатып алуға келді. Фермаң керемет, Арман, деді олар. Сен өте еңбекқорсың. Арман мақтан тұтты. Ол қоғамдастығына көмектескеніне қуанды. Арманның фермасы үшін үлкен жоспарлары болды. Ол одан да көп дақыл өсіргісі келді. Ол ферма отбасына тағы да жануарлар қосқысы келді. Арман әрқашан үйренетін жаңа нәрсе бар екенін білді. Ол фермасының болашағы қандай болатынын көруге қатты қуанышты еді.